Жанка, сен не ішіп жүрсің, что-то бетім күшті әдемі болып бара жатыр. Мен осындай шай ішіп жатырмын дейді да, осы шай біздің компанияның шайын айтады. Әкеші бізге де, бізді ішейік сол шайды. Сөйтіп сол шайды әкеледі, жаңағы кісі ішеді шайды. Бүгін, например, жұмысында ішті, үйіне барып кешкісін ішкен, ертесіне жұмысқа келіп тағы ішкен, сонда ішкен іша береді. Бір кезде кабинетке жүгіріп кетті, көзін жұмады, бүйтіп көзін жұмады, қарасай Жанка жоқ дейді, анау түсінбейді, не жоқ деп түсінбейді да, не жоқ бірдеме, ана аты жөнін айтады, ана кісінің отчествомен, өйткені врач кісі да. Маған профессорлар айтқан, сен жазылмайсың бұл аурудан, қарашы міне Жанка жоқ деп осылай көзін бүйтіп қайта-қайта жұмады, бүйтіп ашады, жоқ міне көз алдында бір нелер тұрады дейді, сонда бір искралар береді, көзде ана мысықтардың көздері жасыл ана блестящий бір жылтырақ свет бүйтіп шығады ғой, сондай болып шығатын көзінде дейді. Жоқ деп қуанып жүр да. Көрдіңіздер ма, не деген кошачья болезнь, профессорлар айтқан, жазылмайсыз одан, неизлечимая болезнь деп айтқан. Только шайдың өзінен жаңа. Только шайдың өзінен. Міне кешкісін ішті, ертесіне түсте ішті, кешкісін тағы үйінде ішті, ертесіне үйінде тағы ішті азанда, жұмысқа келіп обедте ішкен, сол бір сутканың ішіндегі осындай керемет результат.